нәпсісін жеңген адамға мұғжиза бітіп кие қонатын болады. Құдіретті Алла тағала өз илахилығымен мен сендердің тәңіріңмін, кім маған құл болып қызмет өтеуді қаласа, өзге барлық адамдарды оған қызмет қылдырып қоятын боламын дейді. Кім ең әуелі тәңірі Алла әзза уә жәллаға қызмет қылуды таңдаса, оның нәпсісі де оған құл болып, ол үшін қызмет өтейтін болады. Ал бұндайда бұл адамға мұғжиза, яғни керемет бітіп, оның нәпсісі оны батыстан шығысқа көзді ашып жұмғанша жеткізетін болады, әрі оған асқан кие бітеді. Егер осы адам тасқа қарап, оның алтынға өзгеруін қаласа, тас әп-сәтте алтынға өзгеретін болады. Демек, әр жаратылысты құраған әрбір ұсақ бөлшектерге дейін нәпсісін жеңіп, кие қонған осындай адам үшін қызмет өтейді. Ракета жер шарының аса үлкен тартылыс күшін жеңіп, жердің тартылыс күші өрісінен шыққан соң, вакуумға жетеді, еркін самғайды. Сол сияқты адамды да өрге басқызбай тартып тұратын бір тартылыс күш бар, ол адамдағы нәпс еді. Ал кім нәпсінің осы бір тартылыс күшін толық жеңе алса, оған әлемді көзді, жер көкті ашып жұмғанша аралайтын күш бітеді. Міне бұл нәпсін жеңгендерге берілетін тағы бір нығмет. Ал бұндағы басты іс мынау, кім Алла ризалығы үшін нәпсісін жеңсе, бұл адам Алланың ең сүйікті құлына айналады, Алла ризалығына жетеді. Аты затына сай Алланың жердегі толық қанды халифасы болып, Алла досына айналады. Ал құдси хадисте Алла өз досы жайлы, ол жүрсе аяғымын, сілтесе қолымын, қараса көзімін. Ал кім оған дұшпандық қылса, оған соғыс ашамын дейді. Мәулана Шайх Назым Әулие.